Саламатсыздар ма? Бізде бүгінде обучение исполнительный лист бойынша. Исполнительный лист ол бізде жасалынады алимент бойынша. Сосын кредит, жаңағыдай суд исполнительныйға, чсиларға төлеу бойынша исполнительный лист жасалынады. Ол үшін бізде сотрудник, бізде мында тестовый база бойынша Хамидолла Дастан деген ер азамат бар екен. Біз соны типа алиментчик ретінде жасап көретін боламыз. Біз ол үшін исполнительный лист жасап аламыз. Ол бізде зарплата. Төменгі жағында исполнительный листы деген бар. Соған кіреміз. Создайтты басамыз. Марттың 1-нен бастап деп жасайық. Сотруднигіміз Хамидолла Дастан. Марттың 1-нен бастап. Бітетін уақыты, егер алимент болатын болса, бітетін уақыты қоймаймыз. Ұсталына береді мысалға. Ал егерде кредит болатын болса, чси болатын болса, қай күні бітет, сол уақытқа дейін қоямыз. Дата действия тоже 1 марттан дейміз. Вот процентом от заработка 25% дейік мысалға. Бізде мына процент бойынша болады, фиксированный сумма бойынша болады. Кредит, например, 30 мың, 40 мың ұстау керек болса, соны қойып, бұлай қоямыз. МРП болатын болса, 1 МРП, 2 МРП деп қоятын боламыз. Вот выдан андай мұндай, бұл керек емес. Самыға вот получатель дегеніміз, бұл бізде әйелі мысалға. Әйеліне біз контрагент ашуымыз керек. Создавать етеміз, әйелін ат жөнін жазамыз. Азаматова мысалға, Азаматова Салтанат Аманжоловна да мысалға. Ол бәрі ойдан шығарылған адамдар. Вот мына же БИН, КБ, сосын мына жерге банковский шотын енгіземіз мысалға 00. Шамамен өтірік енгізіп жіберейік. Тағы бір сан керек. 19 дейміз. Мына записайтты басамыз. Записайтты басып, енді банковский шотын, бұл кісінің шотын енгіземіз. Банк, Народный банк. Шоты KZ номерден бастап. Осылай енгіземіз. Записать закрыть. Вот Азаматова Салтанат. Мына жерге через почтамыз, через банк дейміз. Записать и провести. Вот исполнительный лист жасап алдық. Егерде сот тарапынан сот болып, және де алимент бекітілген болса, онда біз жаңағы жолдасынан бөлек біз енді 2 ай бойы суд исполнительныйға да төлейтін боламыз. Оны да көрсетіп жіберейік. Хамидолла Дастан 010324 010324. Вот получателға енді біз мына жерге чсиді көрсетеміз. Чсы, частный судебный исполнитель. Ағылшынша тұр екен. Оспанов мысалға. Оспанов АН. Қазақша тұр екен. Вот осыны қойып, бейінін көрсетіп. И тоже банковский шотын создавать ететін боламыз. Чсы Оспановқа через банк арқылы төлейміз. Вот записать, провести. Вот біз исполнительный жасап алдық. Кредит болса да, жаңағыдай басқа мекеме бере жақ болса да, тура осылай ұстап төлейтін боламыз. Исполнительность бұл прочее удержание, профсоюз, аманат сияқты ұсталынып қалу үшін автоматом жасалынған нәрсе.
Енді бұл жерде есепке алатын нәрсе, біз мына жерге процентін қойдық, жолдасына төлену үшін 25%. Ол үшін біз мына жердегі зарплатадағы удержание организации деген бар. Вот осы жерден біз удержание по исполнительному листу процентім дегенге біз мына жерде галочкалар қоюға болады. Бірінші ИПН, ОПВ, ОСМС алып тастап барып ұстайтындар болады. Кейбірлер еш нәрсені алмай, начислениядан болған сумманы есептеу үшін галочкаларды алып тастайды. И прочее жағына бүкіл надбавка нелерді салып шығады. Өйткені мына жерде қандай не бар? Бұл как отпуск, больничный, компенсация сияқты бұл жерде деді. Қандай не жүргізілді? Соның барлығынан удержание жасап, біз алимент ретінде төлеуіміз қажет. Сверхурочный, праздничный, перерасчет, мысалға қандай бар, соны көрсетуіміз қажет. Вот барлығын көрсеттік. Жаңа біз исполнительный листте біз мына жерге размерін көрсеткен жоқпыз. Размерін бұл бізде бір МРП деп қояйық. Ай сайын бір МРП 3 ай төлеу керек. Март, апрель, май. 31.05.24 майға дейін тек қана ұстайды. Одан кейін исполнительный лист автоматом ұстамай қалады. Алимент дата закрытия жоқ, сондықтан да ұстап төлей береміз. Провести закрыть, удержание жасадық. Енді біз март айына начисление зарплат жасайық. Зарплата, начисление зарплат, міне январь, февраль, енді март айына, наурыз айына зарплат есептейік. 31.03.24, начисление заполнить, рассчитать. Вот рассчитать еттік. Записать етеміз. Енді удержанияларын есептейміз. Заполнить удержание и рассчитать удержание. Записать и соцналогтарын заполнить и рассчитать. Вот бізде итогысын басамыз. Итогыда вот удержаны. Хамидолла Дастанда 40 000 теңге удержание салынған. Вот міне бізде ашып қарайтын болсақ, ол бізде екі должностьта жүр, сантехник және сторож. Ал бізде исполнительный лист міне 35.535 теңге ұстаған. Общее начисление бұл кісіде 142.139. 142.139. Көбейтілген 25%. Бұл бізде 35.534.75 дейді. Аха. Өте дұрыс ұстаған удержание. Ол бізде мына жерде удержаны. Вот. Бізде мына жерде, видите, МБ РБ-ға бөлініп ұсталынып кетіпті. Исполнительный листте міне 3692 ұстау керек. Бұл бізде МБ-дан көп, РБ-дан көп. Өйткені бізде начисленияда Хамидолла Дастанда бұл разряд болғасын жерде бізде МБ РБ-ға бөлінет, шағындау теңге бөлінет. Сол теңге болған үшін исполнительный листте бөлініп кетіп тұр суммаларына. Егер бізде тек қана МБ-дан ұсталынып, МБ-дан төленетін болса, ондай жағдайда біз жаңағы исполнительный листтан тек қана МБ деп көрсетсеңіздер болады. Ол бізде жаңағы удержание организация, вот по процентам, например, вот осы жерде проводкасы берілген 33.50, 33.85, жағы дұрыс берілмеген екен нулары, 33.50, 33.95 болу керек мына жерде проводкасы. И сосын мына жерде программа ұсталынатын несі, тек қана МБ деп қоятын болсаңыздар, программасына тек қана МБ-дан ұсталынатын болады. Бұл бізде жаңағы Аманат партиясы, профсоюз, профсоюз бөлінет МБ-РБ-дан. Вот Аманат, исполнительный лист, жаңағы осылардың барлығы тек қана МБ-дан ұстап қалуға болады. Провести закрыть, и сосын бізде МРП бойынша да. Мына жерге проводкасын берейік дұрыстап. Удержание по исполнительным листам болады. Мына жерге программа МБ дейміз. Записать, закрыть. Вот. Енді қайттан удержаниені қайттан заполнить етіп рассчитать етейік.
Міне бізден 35.535 теңге тек қана МБ-дан ұстады. 36.92 бір МРП тек қана МБ-дан ұстап, итогысында сондай сома тек қана МБ-дан азайтатын болады. Вот бізде қолға 77.000 теңге бұл кісіге төленетін болады. 25.000. 25% алиментке, қалған 3.000 судебный исполнительге, профсоюзы бар. Осын барлығын ұстап, қолына 77.000 теңге алатын болады. Енді бұл кісіге зарплат көплеті барлық кісіге есептеген кезде бұл кісіге автоматым азайтылып 77.000 теңге төленеді. Осылай жасалынады жалпы. Ендігі жердегі мәселе, енді марттан бастап барлық одан кейінгі айларға, март, апрель, май барлығына исполнительный листті прекратить қоймасаңыз, мына жерден дата окончания қоймасаңыз, ол ұсталынып кете береді. Мынада біз майда қойдық, майдан кейін июньнен бастап бұл ұстамайды, тек қана 25% ұстайды. Осылай жасалынады, осылай жүре береді. Енді біз исполнительный лист жаңағы ЧСИ-ға, Азаматовға, әйеліне төлену үшін, ол үшін біз зарплатаға кіреміз. Мына астындағы исполнительный лист перечисление получатель дегенге кіріп, создавать етеміз. Мына жерге дата бізді март айы болды. Например, 31.03.24 дейміз. Мына жерге наурыз айын көрсетеміз. Наурыз айын көрсетіп, мына жерге через банк деп автозаполнение берген кезде автомат түрде март айында кімде исполнительный лист болды, ұсталынды, сол шығатын болады. Вот бізде бір кісінікі 2 исполнительный лист шықты. Біз данный момент Азаматовға төлейміз. Сондықтан да біз тек қана біреуін қалдырып, екіншісін delete басып, немесе мышканы екіншінің удалить етіп кетіреміз. Тек қана біреуін қалдырамыз, біреуін қалдырып, записать, провести етіп, и создать на основании платежное поручение исходящие беретін боламыз. Береміз, мәне исполнительный шықты, мәне получатель Азаматова шықты. Дата, төлейін деп атқан датаны қоямыз. 10.04.24 мысалға, апрельдің 10-да төлеп атыр, зарплат бәрін ұстап. Мына жерге төлеп атқан дата, банковский платежка номері, осыларды көрсетеміз. Мәне КМП, исполнительный листтің ұмытып қалдым КМП-сін шыны керек. Соны қойып, провести етіп, төлеген кезде бізде мына жерде шит файл арқылы емес, бұларға біз через клиент банк арқылы как поставщикке төлегенде қылып төлейміз. Осыны жасап алып, банки касса, клиент банк арқылы 10.04.24 жасадық біз. Обновить, вот жаңа 35.000. Бұл жерде енді КМП-сы, код назначения платежа толтырылмағансын красныймен шығарып тұр. Осыны таңдап, КМП-сын салғаннан кейін қызылы кетеді бұл жерде. Например, 564 деп қойық. Бұл 564-ден просто ойдан құрастыра салдым, ондай емес. Осыны таңдап, выгрузить деген кезде ол біздің рабочий столымызға түсіп, біз бұны егер Народный банк болса, выгрузить 1с exchange деп төлеп жіберетін боламыз. Жаңағы ЧСИ-ға да тура солай жасаймыз. ЧСИ-ға біз мына уже жасап қойдық, провести закрыть. Енді екінші ЧСИ жасаймыз, 31.03.24. Мына жерге март. И автозаполнение береміз. Ам жер через почту, через банк дейміз. Автозаполнение береміз. Бізде екеу шығып тұр. Өйткені бізде платежка 10 апрельмен жасалып тұр. Егер біз мына жерге датаны 15 апрельмен жасап автозаполнение беретін болсақ, бізде тек қана ЧСИ-дің бере жағы шығады. Көріп тұрғандарындай, самый главный месяц начисление дұрыс болу керек. Қай айдыкін төлеп жатсыздар. Вот мына жерге дата, енді одан кейінгі дата. Немесе манағыдай 31 мартпен жасап, біреуін қолмен кетіріп, провести етіп, создать на основании платежка берсеңіздер болады. Тура мындай. 15 март дейміз. Оплачено. $564 деп мысалға
провести етіп мына жерге жазсаңыздар болады. За исполнительный лист часы поставщик Оспанов деген сияқты осындай нелер жазып толтырсаңыздар болады. Тура жаңағыдай клиент банк арқылы обновить етіп, осы екеуін бір выгрузка немен де шығарсаңыздар да болады. Онлайн банкке түскенде бірге түседі, немесе жеке галочканы алып жеке жүктеп салсаңыздар болады. Жалпы исполнительный лист осылай жасалынады. Жақсы, сау болыңыздар.